Ажырасудан кейін де өмір бар. Өмір тосын сыйларға толы. Кімнің алдында не тұрғанын білу мүмкін емес. Бүгін барсың, ертең жоқсың. Бүгін сенен бақытты адам жоқ, ал ертең көтеру ауыр сынаққа ұшырауы мүмкін. Басқа жастар секілді Асылхан мен Алима сүйіп қосылған жұбайлар. Жігіт өзі пысық, қызды көптен ұнатып жүрген. Мерекелерде гүл сыйлап, мейрамханаға алып барып, көңілін табуға бар күшін салатын. Алима медициналық колледжде оқып жүрген. Одан бөлек қалалық ауруханада еден жуып, қосымша табыс табатын. Соның арқасында ата-анасына күш салмай, өз керегін алуға мүмкіндігі болды. Соңғы үлгідегі киімдер киіп, қазіргі заманда сәнді деп саналатын кірпік жабыстырып, сылаңдап жүрді. Қызды ауылдастары көрсе бірден тани алмас еді, өйткені ол қатты өзгерді. Қалаға барып, хас сұлудың өзіне айналған. Ал Асылхан әскери қызметте еді. Мінезі орыстанып кеткен, тілі де шүрілдеп орысша сөйлейді. Ауылдан келген нағыз қазақ қызы мен шала қазақ жігіт бір-бірін толықтырып тұрғандай еді. Асылханның әке-шешесі ол кішкентай кезде ажырасып кеткен екен. Содан бері анасы, әпкесі үшеуі нағашы әжесінің қолында тұрады. Анасы да заманауи әйел болып шықты. Ол да қызметтегі кісі екен. Әпкесі тұрмысқа шығып кеткен, балалары бар. Кәрі әжесінің жасы 80-нен асқан. Біраз уақыт қыз-жігіт болып кездесіп жүрген соң, екі жас бас қосты. Беташар, қалың мал беру кәделері жасалғанымен, неге екенін үйлену тойы болмады. Алима үшін ақ көйлек кию арман болып қала берді. Ол тұрмысқа шыққан соң да оқуын жалғастырып, жұмыста жасап жүрді. Баласы өмірге келгенге дейін сол тиянақты сұлу қалпынан таймады. Енесі де келінін көтермелеп, сыйлап отыратын. Тек кәрі әжесіне еш жаға алмады. Ең алдымен оған кеше түскен келіннің үйде отырмай, оқуға, одан қалаға, жұмысқа кетіп қалатыны ұнамады. Соны қанша ескертсе де, Асылхан мен оның анасы елең қылған жоқ. Жігіт кешке келіншегін өз көлігімен алып қайтатын. Сезімдеріне селгеу түспеген жастар өте бақытты болатын. Жүктіліктің үлкен мерзімі жеткенде, Алима оқуынан академиялық демалыс алды, жұмысынан шықты. Мерзімі жеткен соң Алима әкесінің аузынан түскендей ұл баланы дүниеге алып келді. Асылханның қуанышында шек жоқ. Енесі мен қайнапкесі де дән риза. Жас ананы перзентханадан құшақ толы гүл мен қымбат көлікпен келген туыстары шығарып алды. Балаға Даниял есімді ат қойылды. Өкінішке орай ол тым мазасыз болды. Күндіз де, түнде де тыныш ұйқы көрмеген Алима енді жүнжіп кетті. Бұрынғыдай сан түрлі жақпамайлар мен әтірлерді пайдалану бұлай тұрсын, шашын тараған рахмет айтатын. Күйеуі кешке дейін жұмыста, енесі де, ал 80-нен асқан әжесі әлі де тың болғанымен баласын қарауға құлқы жоқ еді. Осылардың кесірінен Алимада босанғаннан кейінгі күйзеліс басталды. Сәл нәрсеге ашуланып кетеді. Үй жинап, ас әзірлеп қоймаса, күйеуі ренжиді. Ал оларды жасап боламын дегенше баласы шырылдап жылап кетеді. Ас бөлмеде қолы тимей жүгіріп жүрсе, баласы балағына оралып, ызыңдайды да отырады. Осындай күнделікті күйбең тірліктің илеуінде жүргенде ол өзін жоғалтып алды. Әйелге тән нәзіктігін, биязы мінезін, алғаш үйленген кездегі үлбіреген сезімдерін жоғалтты. Бұрын жаным, күнім деп хабарлама жазып, телефон тұтқасын уақытылы көтермесе ренжитін күйеуі енді мұның соққан қоңырауына әрең жауап беретін болды. Кәрі әжесінің бабын тауып, көңілінен шығуда оңай емес. Өз енесіне қарағанда осы кісі көп мазалайтын. Асылханға жамандап қарсы қоятын. Бұл олардың онсыз да әрең тұрған шамырақтарын одан әрі шайқайтын. Тұрмыс үйлеуінде жүрген Алима өзінің неге сонша арып ашып жүдегеніне есеп беріп жатпады. Бұрын ерке, сұлу келіншек күйеуі келгенде алдынан жүгіріп шықса, енді үстіне май иісі сіңген. Күні бұлай тұрсын, түнде дұрыс демалмай, жүзі солғын тартқан шаршаңқы әйел қарсы алатын болды. Өз кезегінде
Асылхан да гүлдей келіншекті мұнша солдырған қандай жағдай екенін ойлап та жатпады. Ол баласына еміреніп еркелеткен болады. Алайда бала жылай бастаса, анасына тастап қашады. Үйдегі бітпейтін ұрыс пен жүдеу тартқан келіншегінен әбден шаршаған Асылхан енді көңіл аулар адамын сырттан іздей бастады. Солай әртүрлі әлеуметтік желілерге тіркеліп, қыздармен өзін бойдақ деп таныстыра бастады. Бұл оның ойын біршама бөлетін. Кейін жігіт ол қыздармен кездесе бастады. Сондай хабарламалардың бірін Алима көріп қалды. Оның арты үлкен жанжалға ұласты. Ақыры келіншек төркініне кетіп қалды. Арада бір ай өткенге дейін Асылханнан хабар болмады. Кейін ұлын сағынғанын айтып хабарласты. Ортадағы дәнекер баланың арқасында олар қайтадан қосылды. Бір рет аузы күйген екеуі енді тыныш өмір сүруге бекінген. Осыдан кейін Алима екінші балаға аяғы ауыр екенін білді. Аяғы ауыр әйелдің гормондары ойнап тұрады емес пе? Ол тағы да ашушаң, күйгелек бола бастады. Бұл Асылханды тағы да оның көзіне шөп салуға итермеледі ме? Әлде осы уақыт аралығында ол екі кеменің басын ұстап жүрді ме? Әйтеуір, телефонына келген хабарламалар толастамады. Көңіл күйі бір қалыпта болмаға соң ба, Алиманың екінші жүктілігі ауыр өтті. Оның мерзімі өскен сайын арадағы кекілжің де үдей бастады. Ол жерде нағашы әжесі де отқа май құюшы болды. Келіншек жүктіліктің 7-ші айына жеткенде күйеуі онымен ажырасатынын, басқа елді сүйіп қалғанын айтты. Алимаға дүние төңкеріп кеткендей болды. Сүйіп қалды дейміз-ау, бұрыннан сүйетіміз. Бұрын өзімен бір сыныпта оқыған 3 баласы бар келіншек екен. Күйеуімен ажырасып кеткен, балалары ата-анасымен тұратын көрінеді. Асылхан екеуі қайта жарасып, бұдан кейін ажыраспауға бел буыпты. Екінші баласын өмірге алып келген соң, барлығы жақсы жағына өзгерер деп үміт күтіп жүргенде, мынау не болғаны? Қайнап-кесі мен енесі келінді қолдады. Бірақ Асылхан киімдерін алып сол әйелге кетіп қалды. Арада тағы біраз уақыт өтті. Күйеуінің оралар түрі жоқ. Бір күні сүйіктісін қолтықтап келіп тұр. Іштен шыққан шұбар жыланнан безсін бе? Анасы амал жоқ, оларды қабылдап, Алиманың қолына ақша беріп шығарып салды. Қасында кішкентай баласы, құрсағында өмір есігін ашпай жатып, әкесінен тірідей ажыраған нәрестесі бар келін, етегі жасқа толып, туыс әпкесінің үйіне барды. Ең алдымен ауылға барса, елге өсек болатынын ойлады. Одан кейінгі үмітсіз шайтан, күйеуі әлі де болсын, қатесін түсініп оралар деген алдамшы сезім. Анасы қанша ұрысса да, жалынса да, Алима ауылға қайтқысы келмеді. Күйеуіне хабарласып, одан баласын көруін өтінді. Қаншама рет оның алдында өзін түсірді, ал Асылхан одан әрі есірді. Тіпті Алиманың ажырасуға арыз бермеуін, оның қызметіне әсер етуі мүмкін екенін де ескертті. Не істеп не қойғанына есеп бермей, әбден қажыған Алиманың есін жиюы қиын болды. Туысының үйіне қашанғы сыйсын? Амал жоқ, ауылға қайтты. Кішкентай ауылда өсек жатпасы анық, оған да бой үйренді. Межелі уақыт жеткенде екінші ұлын босанды. Күйеуі хабарласпақ түгілі бала өзінен емес деген жала жапты. Екінші баланың өмірге келуі де күйеуін қайтара алмаған Алима тағы да күйзеліске түсті. Жылады, ашуланды, телефон арқылы неше түрлі хабарламалар жазды. Ақыр ажырасуға арыз беріп тынды. Бұл уақытта Асылханның екінші әйелінің де аяғы ауыр екенін білді. Іші удай ашыды, өзегі өртенді. Тағдырға шара бар ма? Қанша ауыр болса да көнді. Соттың шешімінен кейін 2 балаға алимент төлеуге арыз берді. Асылхан жұмысынан шығып кетіпті. Ондағы мақсаты балаларына тиесілі ақшаны бермей қою екен. Оның заң алдында төлеуге міндетті қарызы алиментті тау болып үйіліп жиналып жатыр. Ертелі кеш төлейтінін білсе де қашқақтап жүр. Енесі ажырасқан соң балаларды 2-3 рет сұрап еді, кейін ол да жоқ болды. Жаңа келіннен ас алмаса керек.
Екінші бала сәл өскен соң Алима балалар массажын жасауды үйренді, сертификат алды. Бұл да екінің бірі жасай алатын іс емес. Алла берген қабілетінің арқасында игеріп алды. Туыс әпкесінен электрофорез аппаратын алды. Сосын өзі тұратын ауылға көрші ауылдың балаларына массаж жасай бастады. Қазіргі балаларда кездесетін сан түрлі диагноздармен балалар массажы қатты керек мамандық болып шықты. Одан бөлек нәзік жандыларға арналған косметика да сатады. Жұмыспен балаларына ойы бөлінген соң Алима есін жиды. Бұрынғы сұлу, сымбатты қалпына келді. Қайтадан әдемі киіне бастады. Болашақта баспана алуы үшін қаражат жинай бастады. Жақында жүргізуші көлігін алып, темір тұлпарды тізгіндеп жүр. Ол кезінде өз бағасын білмеген адамнан ажырағысы келмеді. Өз өмірін құрбан етуге дайын болды. Бірақ біз үшін ненің қайырлы екенін Алла ғана білуші. Қазір ол ештеңеге өкінбейді. Бақытты болу үшін әйтеуір күйеуім болса болды деген ұғым өте қате екен. Әйелдің қасында оған қорған болатын, балаларға үлгі болатын адам болуы керек. Әйел қырық жанды деп барлығына төзе беруге болмайды. Кеудеде жан барда бақытты болу үшін күрескен абзал. Саған сатқындық жасап, көзіңе шөп салған адамды неге кешіру керек? Ат айналып қазығын табады дейсіз. Жанына не керегін білмей, қазығынан адасқан ат сізге керек пе?